Men былтыр bir больницада jattım 10 gün. Sonda bir organda istеген kişi var eken 82'de jası. Biroq sonday qarın жоқ, uzun, әдемі. Жаңа biz namaz оқып üstümüzden külüp koyat. Жаңа медсестраlar kese медсестраlarмен әзілдесіп, жас жігіт әзілдесе bir жарасады да оғанша, кәрі болғаннан кейін жараспайды екен о. O kızыңмен, немереңмен жасты қыз да ол. Содан bizge жора жолдастар келіп жатыр, шәкірттер келіп жатыр, туған туысқаны, оның арқасынан ешкім келмейді. Содан кейін мен o кісіге, аға дедім, сіздің де дүниеден өткен ата-аналарыңыз бар шығар, келің мен бір Құран оқып, дұға қылып берейін, олардың арқасынан іздеп тұру керек десем, өлгеннен кейін неге пісіріп жемейді. Мен бұдан ұзақпын деді. Мен астағфирулла дедім. Содан bir күні bir жігіт келді. Жаңа жігіт келіп, қолында кішкентай бір-екі нәрсесі бар, келді де амандасып өтіп, баласын сұрады. Оның да баласы және бір ауданның әжептәуір қызметкері ғой. Bir ауданның үлкен бір прокуроры екен. Баласын сұраған еді, білмедім деді, жұмысы бар шығарда деді. Анау маған жалтақ-жалтақ қарап қойды. Содан кетті. Ертесіне ана жігіт тағын бірдеңе көтеріп келіп еді, ол және баласын сұрады. Қаны анау бала деді. Білмеймін деді, жұмысы бар шығады. Үшінші күні ана жігіт келіп еді, «Hey, пәленші қайда?» деген еді. Білмеймін деп еді, жаңағыны боқтап, боралап, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатыр. 82-дегі адамға боғау сөз жараспайды екен. Қараң. Бірақ анау мусордың ящикке мусор тастай бергеннен кейін, одан мусор түсетті одан ше. Одан басқа нәрсе түспейді ол. Содан жаңағы бала ашуланып келіп, не мені боқтай бересін еді? Боқтасың балаңа боқтамайсың ба деді. Жүрмесе оны сүдіреп алып келем бе деді. Сізде шығып беді. Содан ана кісі отырып қалды. Сонда мен айттым, құтты болсын. Өліп кеткен әкеңді есіңнен шығарып жіберіп едің, балаңды қараш, сен тірі тұрған уақытта сені есінен шығарып жіберді. Больницада жатқан баласын көруге келмеген бала әке қабірге кіргеннен кейін іздейді ме? Сол кәрілікке қазір жас кезден дайындалып, жас кезде өзіңіздің балаңызды да дайындап баруыңыз керек.